Еліміздегі орта білім беретін мектеп оқушылар арасында ұйымдастырылған Холо Арман атты 6-шы республикалық Махамбет оқулары өз мәресіне жетті. Оған қатысқан петропавлдық жас домбырашы Ғабит Хафуров өңір намысын қорғап, бірінші орында қанжығалап қайтты. Жеңімпазбен біздің арна тілшілері жүздесті. Республикалық байқауға облыс атынан музыкалық эстетикалық бағыттағы дарынды балаларға мамандандырылған мектеп-интернатының 5-ші сынып оқушысы Ғабит Ғафуров қатысты. Ол облыстық сайыстардың жеңімпазы. Өнерпаздың домбыра сыныбы бойынша тәлімгері Майра Сапарғұлова оның жеңісіне дән риза. Дайындық өте қысқа мерзімде болды. Бірақ Ғабиттің жаңағы дарындылығы мен талантының арқасында Ғабит бәрін жақсы күйлерді жылдам меңгеріп, жаттап, жақсы дәрежеде көрсетті деп ойлаймын. Сайыс қатысушыларының әрқайсысы Қазылар алқасының назарына 8 күй әзірлеген. Ғабит болса оның 4-еуін ғана орындапты. Махамбеттің республикалық конкурсына мен мамыр айынан бастап дайындала бердім. Қазылар алқасы мені бірінші орынға қойып, маған дипломмен қоса электрондық кітап сыйға берді. Сайыс қатысушылары мұндай байқаулар өскелең ұрпақтың ұлттық мәдениетті танып білуіне септігін тигізеді дейді. Ғабит болса бұл жетістігінің соңғы еместігіне сенімді. Фариза Жазитова, Арайлым Теңізова, Юрий Скаков, ақпарат.